бәйбіше, 2 бөлім. Есік ашыла бере ар жақтан «Сәбиш, ол кім екен?» деп бір әйел кісі шықты. Сөйтіп еді әкем «Амансыңдар ма айналайын? Сабырхан қайда? Досымды іздеп келіп едім» деп еді ішкі бөлмеден. «Оу, досым-ау, сен бе едің?» деп еңгезердей бір қара кісі атып шыға келді. Әкемді бас салып құшақтап, «Сені де көретін күн бар екен ғой, хабарсыз кетіп едің. Не өлі, не тірі екеніңді біле алмай қалдым ғой» деп көзіне жас алып, әкем екеуі сағынысып көрісті. Кіреберіс бөлмеде әйел кісілер бала-шаға қаптап кетті. Барлығы бізбенен сәлемдесіп, қолымыздағы сөмкелерімізді алып, бір құман мен тегеш әкеліп қолымызға су құйып, төргі бөлмеге әп-сәтте көрпеше салып, дастархан жайып, абыр-сабыр болып кетті. Әкем мен Сабырхан әкей бір-бірін қайта-қайта құшып, арқаларынан қағып, шүйіркелесіп кетті. Сабырхан әкейіміз осы арада бір жігіттерге «Семіз қойдың бірін сойындар, қазан асындар. Алатаудың бөктерінен алыстан досымыз деп келіпті» деп бұйрықты беріп қойды. Әлгі жігіттер «Жақсы көке» деп жылдам басып шығып кетті. Терезеден сыртқа қарасам, аула ішінде 2-3 әйел, бойжеткен қыздар, арасында сыңғырлап күліп, бізді қарсы алған әлгі сұлу да жүр. Ішімнен «Бұл үйде қанша адам тұрады екен?» деп қоям. Әлде туыстары ма? Әлгі бойжеткен кім болады? Жұмбақ бойжеткен осы үйдің қызы ма? Бар ойым әлгі қызда. Әні-міні дегенше әкейдің осы жердегі біраз туыстары мен құрдастары, бір-екі көршілері жиылып, дастархан басында адам қарасы көбейіп қалды. Барлығы әкеммен амандасып, хәл-жағдай сұрасып, Сабырхан әкей әкем жайлы екеуінің соғыстағы ерліктері жайлы аңыз әңгімелерінің арқасында әкемді сырттай мұндағылардың барлығы біледі екен. 1-2 сағатта алдымызға ыстық бауырсақ пен қуырдақ та келді. Осы жерде әкем біраз сөз сөйлеп, мені барлығына таныстырып өтті. Сонымен қатар, досымды көріп, қазақтың салт-дәстүрін берік ұстанған осы өңірден ұлыма қалыңдық іздей келдім дегенінде әкеме таңданысты жүзбен жалт қараппын. Ал Сабырхан әкей: «Өй молдаш, екеуміз соғыстан аман-есен елге оралсақ, достығымызды берік ету үшін құда боламыз демеп пе едік?» Тура уағында келдің. Бойжетіп отырған қыздарым баршылық, арты тойға ұлассын деп әкемді қолпаштай кетті. Менің ойым сан-саққа кетті. Әкемнің іштей маған қатысты өз жоспары болған екен ғой. Мені босқа ертіп келмеген екен. Дегенмен әлгі сұлуды жар етіп берсе, қарсы болмас едім деп іштей көңілім бір толқып, терезеден аулаға қарап, қиялымдағы аруымды, болашақ жарымды іздеп қарағыштай бердім. Жұмбақ қыз не де болса осы үйдің қызы болар деп көкейімде белгісіз бір қуанышты сезім кернеп, үміт сәулесі жарқ ете қалды. Түскі ас ішіліп болған соң келген адамдар тарқасып, адам аяғы да басылып қалды. Сабырхан әкей мен барлығымыз аяқ жазып, Тоқбасарға сыртқа шықтық. Әкейдің ауласы кен. Бір аулада осы үлкен үйдің арғы жағында 2-3 үй орналасқан. Бау-бақшасы жайқалып тұр. Үйдің жанында бөлек қоршалған ұзыннан ұзақ мал қора салыныпты. Ол жаққа кіретін дарбазасы бөлек. Есік алдында жүзім-жемісі қайырыла өсіп тұр. Астында биік тапшаны бар. Жанынан арықтың суы сылдырлап ағып жатыр. Кей осының барлығын аралатып, таныстырып болған соң, тапшанға көрпеше салғызып, жүзімнің көлеңкесінде жантайып жатып, әкем екеуі әңгімелесе кетті. Мен мына ыстықтан терлеп, тепшіп, мазасызданып отыр едім. Әкей маған қарап: «Тәкіш, балам, жуынғын келсе, бақша жақта душ бар» деді де «Сабира» деп айқайлап әлгі жұмбақ қызды шақыра бастады. Көп күттірмей, сұлу қыз да жүгіре басып, дереу жанымызға келіп: «Ау әке» дегенінде іштей «Қыз екен ғой»
деп жаным жайланып қалғандай болды. Сәбираның екі беті алаулап, көзінің қырымен жымиып маған қарап қояды. Оны көрген сайын жүрегім дүрсілдеп, кеудеме симай кететіндей. Сабырхан әкей, мына тәкішке орамал беріп, душты көрсетіп жіберші, дегенінде, өз сөмкемде қажетті заттарымның барлығы бар, өзім барып алайын, деп орнымнан тұрдым. Сәбира үйге қарай жол бастап, сөмкеңіз қонақ бөлмеде, жүріңіз, деп алдыма түсті. Мен артынан ілесіп келе жатырмын. Ыстық самалмен одан аңқыған жұпар иісін құшарлана иіскеп келемін. Қаншама қыз қырқынды көрсем де, мына Сәбирашқа ерекше көңілім ауып, ғашық болдым десем де болады. Сөйтіп қонақ бөлмеге кіріп, сөмкемнен жуынатын заттарымды алып, сыртқа шыққан соң, Сәбираш үйдің арт жағындағы бақша маңында тұрған душты көрсетіп, бөшке толып тұр, байқаңыз, су ыстық болып күйіп қалмаңыз, деп тырқылдап күледі. Сыңғырлаған күлкісі құдды қытығымды келтіріп жібергендей. Мен, суын қалай ағызамын, көрсетіп жіберсенші, деп екеуміз де душқа кірдік. Ол қолын созып, жоғарыдағы бөшкенің суын ағызатын жерін ашып жатыр еді. Мен белінен қапсыра құшақтап алдым. Қосанары кеудемді керіп, өзіне ынтықтырып барады. Екеуміз екі жарты бір бүтіндей болып, жүрегіміздің дүрсілін естіп тұрған едік. Сондай сұлусың, Сәбираш, бір көргеннен жүрегімді жаулап алдың, деп едім. Ол, ой, не істеп жатырсыз, қойыңызшы, деп екі беті алаулап, жымия қолымды белінен қағып жіберді де, жүгіре басып кетіп қалды. Мен бұл қыздың жанында өзімнің іс-әрекетіме есеп беруден қалып бара жатыр едім. Осы ару менің жарым болады деп, оның қыпша белі мен аңқыған жұпар иісіне масайып қала бердім. Сөйтіп, аздан соң есімді жиып, жуынып шайынып, біраз сергіп, әкемдердің жанына келсем, екеуі терлеп, тепшіп, көк шай ішіп, шүйіркелесіп отыр екен. Түс ауа бастаған уақыт еді. Сабырхан әкей кешке бүкіл отбасым жиналады. Сол кезде барлығымен таныстырамын, деп айтып жатты. Мен суға түсіп алған соң, бойым жеңілдеп, маужырап жатып, көзім ілініп кетіпті. Бір кезде жылқының кісінеген, сиыр қойдың маңырап, мөңіреген дауыстардан оянып кеттім. Қарасам, кеш болып қалыпты. Мал өрістен қайтып жатыр екен. Жанымда әкемдер әлі әңгімелесіп отыр. Аулада ошақ жақтан еттің иісі бұрқырап шығып жатыр. Ол жақтағы әйелдердің арасынан сұлу қыз көрінбейді. Менің түстегі ісімнен кейін ұялып жүр ма? Өзім де бекер өйттім-ау, деп өз ісіме ыңғайсызданып, ойланып қалдым. Осы кезде қақпа сарт етіп ашылды да, салт атты біреу кіріп келді. Қараңғы түсіп қалғандықтан бет бейнесі анық көрінбейді. Жаңа үйретілген асауат екені көрініп тұр. Ауыздығын шайнап, аспанға шапшиды. Үстіндегі жігіт мықты екен, тақымын қысып алып, аттың ауыздығын керіп ұстап алыпты. Асау қанша бұлқынса да былқ етпейді. Осы кезде әкей, өй, балаларды арал, күміш, байқасаншы, арғы дарбазадан кіргізбейсің бе? Болат, ей Болат, аш қораны, деп айқайлап еді. Бір жігіт жүгіріп келіп, ар жақтағы қораның есігін ашып, салт атты сол жаққа қарай атымен алысып, жотасынан қамшысымен осып-осып жіберіп, қораға қарай шауып кетті. Әкем, аттың үстіндегі жігітін мықты екен, ұлын ба? Деп еді. Әкей қарқылдап күлді. Қазір көресің, таныстырамын. Асықпа, молдаш. Қазір дастархан жайылсын, кешкі астың үстінде отбасымның барлық мүшелерімен таныстырамын. Ұлына қалыңдық жайында сөйлесерміз. Дегенінде ару қыздың бейнесі көз алдыма келе қалды. Осы кезде әлгі шабандоз да жанымызға келіп, амансыздар ма? Қош келіпсіздер. Енді әкем екеуміздің таңданысымызда шек болмады. Жаңағы асаудың үстіндегі қыз бала екен. Сабырхан әкей, гүміш, келе ғой.
Мына кісі өздеріне айтып жүрген Алматыдағы досым Молдабек әкей, жанындағы ұлы Тәңірберген мені іздеп келіпті. Ал мына шабандоз бәйбішемнен туған жалғыз қызым, Гүлім, деп таныстырғанында әлгі қыздың ат құлағында ойнайтын өнеріне тәнті болдық. Әкем: бақытты бол айналайын, ат үстінде керемет отырады екенсің, деп таңданысын жасыра алмады. Гүлім: танысқаныма қуаныштымын, әкем сізді аузынан тастамайтын, келгеніңіз қандай жақсы болған, деді де: әке, мен жуынып, киімімді ауыстырып келейін, деп орнынан тұрып кетті. Бет-жүзін анық көре алмасам да, сұлбасынан бойшаң, етженді екенін байқап қалдым. Осы кезде бұл қыз бәйбішенің жалғыз қызы болса, Сәбира ше, деген ой басыма сап ете қалды. Бұл сұрақтың күрмеуіне оранып, ойланып кетіппін.